Адамның ең қорқынышты сезімдерінің бірі ұйықтап жатып бастырылып қалу. Мұның қорқыныштылығы сол, кейбіреулер бастырылып қалуды басқа әлеммен байланыс деп санайды. Мұның не екенін білмейтіндерге түсіндіре кетейік. Бастырылып қалу немесе ұйқы салы дегеніміз, түнде санаңыз ояу жатса да, денеңіз қозғалмай, тіліңіздің байланып қалуы. Мұндай түсініксіз жағдайға жиі түсетіндер ұйықтаудан қорқып, ал ұйықтап кетсе тек қорқынышты түстер көруі мүмкін. Бірақ ұйқы салы туралы және онымен күресу, бақылау сияқты келесі фактілерді біле отырып, қорқынышты жеңіп шығуға болады. Ең бірінші, ұйқы салы ары кетсе 1 сағатқа созылатынын біліңіз. Әдетте бастырылу бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін жетеді, бірақ одан да ұзақ созылатын кездер болады. Қанша уақыт созылса да, психологиялық үрейден басқа зиянды жағы жоқ. Бұған дейін ұйқы салынан қайтыс болған адам тіркелген жоқ. Сондықтан бұл мәселеде қорқудың қажеті шамалы. Екінші факт, бастырылу галлюцинацияны тудыруы мүмкін. Ұйқы салы кезінде қозғала алмай, сөйлей алмай, дәрменсіз күйде жатқан адам әрине паникаға түседі. Ал шошынып қалған адам өзінің көз алдында түрлі галлюцинацияларды елестете бастайды. Біздің миымыз қорыққанымызды растау үшін түрлі образдар құрастырады. Өйткені себепсіз қорқуды ми қабылдай алмайды. Мұндай сезімдерді бастан өткергендер бөлмеде қорқынышты бір жаратылыстың өзіне жақындап келе жатқанын көргендерін айтады. Аяқ-қолы байлаулы жатқан адам мұндай көрініске қалай реакция беретіні елестетудің өзі үрейлі. Бұл негізінен психологиялық проблемалары бар адамдарда кездеседі. Егер бастырылып қалу сіздің де тәжірибеңізде болса, психологиялық проблемаңыз бар екенін білдіреді ме? Былайша айтқанда, иә. Стресстің өзі психологиялық проблема. Қанша жерден психологиялық тұрғыда саумын деп ойласаңыз да, бастырылып қалу бір кінәраттың барынан хабар береді. Стресс те өмірлік триггерге айнала алады. Сондықтан барынша психологиялық денсаулықты қолға алған жөн. Ал ол үшін ойыңыздан артық заттарды шығарып, ұйықтар алдында асықпай терең тыныс алыңыз. Бастырылып қалу нарколепсия диагнозына тән ауру болып саналады. Бірақ дені сау адамдарда да жиі кездесіп жатады. Нарколепсия мидың ұйқы режимін реттей алмауы салдарынан туындайтын проблема. Сарапшылардың айтуынша, бастырылып қалу мидың осы заңдылықтарды реттеу қабілетінен айырыла бастағанын білдіруі мүмкін. Стресстен бөлек ұйқы салының туындауына биполярлық бұзылыс та әсер етеді. Оған біз көңіл күйді реттей алмау немесе бірнеше секунд ішінде эмоциялардың бірнеше рет ауысуын жатқыздыра аламыз. Егер сізде ұйқы салы проблемасы жиі болса, неврологқа бір көрініп қойған дұрыс. Бұл мүмкін болатын проблемалардың алдын алу үшін қажет. Бастырылудың жиілігі әйелдерге қарағанда ерлерде 2 есе жоғары. Және орташа есеппен алғанда, ұйқы салына адамдар өмірінде 2 реттен артық ұшыраспайды. Бірақ кейбір жандар апта сайын бастырылып қала береді, және бұл жағдайдың ушыққанын білдіреді. Жоғарыда айтып өткендей, дененің және мидың релаксацияға түсіп, тынышталуы өте маңызды. Сондықтан мұндай адамдар ұйықтар алдында асықпай терең тыныс алса, бастырылмауға көмек тигізеді. Ал бәрібір ұйқы салына ұшырасаңыз, күтуден басқа амал жоқ. Ұйқы салы кезінде ешкім ештеңе істей алмайды. Соңғы жүргізілген зерттеулерде ұйқы салы кезінде адамдар барынша физикалық қозғалыс жасауға тырыспағаны жөн екендігі анықталған. Сондықтан бастырылудың біткенін күту ғана қажет. Сонымен бастырылудың ең ықтимал себебі ұйқының бұзылған циклі және стресс. Әзірше ұйқы салына шалдыққан адамдарды емдейтін арнайы ем шара жоқ. Алайда осы бейнені көріп, ұйқы салы туралы ақпарат алып, оның физикалық тұрғыдан қауіпті емес екенін білген адам үшін бұл да бір көмек болады деп ойлаймыз. Ақпарат пайдалы болса, арнамызға жазыла кетіңіз.